Аллаға дұғаны қалай дұрыс жасау керек? Көп адам дұға жасайды. Кейбіреуінікі тез қабыл болады, ал кейбіреуінікі ұзаққа созылады. Себебі оның айтылуынан да болуы мүмкін. Мен қазір сіздерге шынайы жүректен шыққан дұғаның формасын айтатын боламын. Біріншіден, алдымен шүкір етіңіз. Яғни Алланы мадақтаудан бастаңыз. Я Аллахым, берген нығметтерің үшін шүкір деп жүректі жұмсартып алыңыз. Екіншіден, салауат айтыңыз. Яғни пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәссәләм деп салауат жолдаңыз. Бұл дұғаның көтерілуіне көмектеседі. Енді үшінші, ол көркем есімінен сұраңыз. Ризық керек пе? Я разақ деп сұраңыз. Байлық керек пе? Я ғани деп сұраңыз. Жолыңыз жабық па? Әл фаттах деп сұраңыз. Төртінші, нақты сұраңыз. Береке бер демей қысқа айтпаңыз. Отбасыма тұрақты, адал, ризық нәсіп етші деп толық айтыңыз. Бесіншіден, сеніммен айтыңыз. Я муджиб, яғни бүкіл дұғаларды қабыл ету үшін сөзіңе сенемін. Я Раббым, саған мен үміт етемін деп тәуекел етіңіз. Дұға бұл жай ғана сөз емес, бұл жүректің халі. Ішіңіз өзгерсе, дұғаңыз да өзгереді, өміріңіз де өзгереді. Егер өз өміріңізді өзгерткіңіз келсе, дамушы ортада болғыңыз келсе, менің тегін сабағыма қатысыңыз. Егер сізде рухани өсуге қадам жасағыңыз келсе, бізде қайырымдылық қорында іс-шара ретінде тегін сабақ берілуде. Бұл сабақтар жан-жақты дамытып, қаржылай еркіндікке шығарады. Ол үшін пікірге тегін сабақ деп жазыңыз. Профильдегі сілтеме арқылы чатқа қосылуыңызға да болады. Немесе маған WhatsApp-қа жазыңыз.